Демалыс күнімізден блог екінші бөлім. Отбасымызбен таудан аман-есен үйге келіп демалып отырсақ, жігітім сырттан тамақ ішеміз деген соң киініп шығып кеттік. Біз кафеге кірген кезде ұйықтаған бала, біз қайтатын кезде бірақ оянды ғой. Момышұлы көшесіндегі үлкен Магнумның жанында Сәнім деп аталатын кафеге бірінші рет келген болатынбыз. Ішінде адам көп екен, орын жоқ па не деп тұрған кезімізде төрге қарай жүріңіздер деп бізді осылайынан түкпірде орналасқан тапшандарына алып келді. Іші кең әрі жылы екен. Отырған кезде көрпеңнің астынан теплый пол жасап тастаған ғой, мә деп таңғалдық. Біз өзімізге облепиховый чай заказ бердік. Сөйтсек астына осындай свеча жағып әкеп беріп тұр ғой. Басында мен осы шайды менсінбей өзіме лимонад заказ бергенмін ғой. Сөйтсем жарайды, дәмін көре салайын десем тәп-тәтті ғой мына шай деген. Ішіне лимон, мед, мята бәрі қосылған ғой енді. Ташкентский шайдан асып түседі ғой. Өзіме фирменный лимонад заказ бергенмін ғой. Дәмі өте күшті екен, енді маған қатты ұнап қалды. Мен өзіме сомен заказ бердім, өте күшті, дәмді болды. Келесі осындай цезарь салат заказ бердік. Оның да дәмі керемет қой енді. Жігітім басым ауырып тұр деп тапсырыс берген жоқ. Енем өзіне шоққа піскен осындай балық заказ берген ғой. Оның дәмі енді айтатын сөз жоқ. Шашлик сияқты болып тұр ғой. Балықтың маринадталғаны дәмінен ақ көрініп тұр. Алматыдағы дәл осы кафеге тағы да кімдер келіп көрді, комментарийге жаза кетіңіз. Ал біздің счет 12.900 теңгеге шықты.